Ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің есебіміз геометрия пәніне арналған. Яғни шартын оқиық. Дұрыс үшбұрышқа дұрыс үшбұрыш дегенді білеміз ғой. Яғни барлық қабырғалары тең. Не дейді сонда? Тең қабырғалы үшбұрыш. Сол тең қабырғалы үшбұрышқа қабырғасы m болып келетін, қабырғасының ұзындығы m болып келетін квадрат іштей сызылған. Енді үшбұрыштың ұзындығын, қабырғалардың ұзындығын табу керек. Яғни суретін салатын болсақ, суреттің түрі мынадай. Яғни барлық квадрат болғасын барлық қабырғалар тең болады ғой. Енді бізге табу керек үшбұрыштың қабырғасын табу керек. Видеоны пауза қойып, ойланып көріңіздер болады. Ал енді біз есептің шығару жолымен кірсек, мына есеп шығарған кезде үшбұрыштың барлық қабырғалары тең екенін білеміз ғой. Енді мысалға мына жерде мына қабырға мына жерге шейін m ғой, дұрыс па? Мына жер мен мына жердің арасы m. Мына екі жағы туралы не айта аламыз? Екі жағы тең болады ғой. Тең қабырға үшбұрышта квадрат жатқасын міне. Мына екі жағы кесінде тең болады. Сол екі жақ кесіні x деп алайық. Мына жағында x деп алайық. Бұл бірінші шаруа. Келесі, мына тең қабырғалы үшбұрышқа көшейік. Тең қабырғалы үшбұрышта әрбір бұрышы қанша градустан болады? Әрбір бұрыш қанша градустан болады? 60 градустан болады, яғни үшбұрыштың ішкі бұрыштарын қосыңыз 180 градус қой. Егер мына жер 60 градус болатын болса, мына жер 60 градус болатын болса, мына жағда 60 градус мысалға. Мына жан-жағында тік бұрышты үшбұрышты көріп тұрмыз ғой. Мына жер мысалы 90 градус, мына жер 60 градус болса, мына жер 30 градус. Мына жер 30 градус мысалға. Стрелканы көрсетіп қойын. Ал 30 градусқа байланысты қандай ережені білеміз біздер? 30 градусқа қарсы жатқан катет, яғни мынау x айтып тұр, ол гипотенузаның жартысы. Яғни мына жер 2x болады. Мынау 2x болса, мынау x болғанында. Мынау сәйкесінше бізде m деген. M арқылы енді қабырғаны жазуымыз керек қой. Енді мына жерде түрлі варианттар бар. Тригонометриялық жаңағы бұрыштарға байланысты қатынас құруға болады, немесе Пифагор теоремасын алуға болады. Кімге қалай ыңғайлы енді. Мысалы енді бәріміз білетін Пифагор теоремасы болғасын, соны алайын. Мына тік бұрышты үшбұрышқа міне мысалға. Гипотенуза дегенде міне 4x квадрат, ол тең болады, неге тең болады? Мына екеуі, мына гипотенузаның квадраты, екі катеттердің квадратының қосындысы тең емес па? m квадрат плюс x квадрат міне. Енді мен осы жерден не табуым керек? X табуым керек қой. X табуым керек. X-іміз m бөлінген түбірасты 3-ке тең болды. Мысалы, мына қабырғаның ұзындығы қаншаға тең? m қосылған 2x қой. M қосылған 2x міне. M бар, x-ің 2 бар, 2x міне. Бүкіл қабырғада солай. M қосылған 2x, m қосылған 2x. Мысалы, мына жерге шейін 2x болса, значит, мына жағым m деген сөз ғой. Түсінікті ғой? M қосылған 2x екен. Біз x таптық қой міне. M бөлінген түбірасты 3. Сол x-ің орнына қояйық мына жерге. Мына x-ің орнына қойдым. Мына x-ің мәнін апарып. Яғни үшбұрышымыздың қабырғасының ұзындығы осындай мәнге тең екен. Назарларыңызға рахмет.